Достар, ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Дәл қазір мына жерде менде iPad'та 100-ден астам сұрақтар тұр. Мен барлығына тез әрі қысқа нұсқа жауап беріп шығуға тырысамын. Дәл осы сұрақтарға жауап алғаннан кейін сіз eBay'да полноценный жұмыс істеп бастауыңызға болады. Өте құнды ақпараттар болады. Понятно, что мен тезірек сөйлейтін боламын, видео қысқа болу үшін. Понятно, что челлендждің барысында көп адам түсінген жоқ, көп адам істегісі келеді. Біз результат жасай алдық, себебі бізде опыт бар, бізде, естественно, бізде келетін қиындықтардан қалай өту керек екенін білеміз. Соның арқасында 550 мың теңге таза табыс пайда таба алдық. Оның өзі аз, на самом деле. Кез келген адам жаңа аккаунтпен жұмыс істеп ақша табуына болады. Сондықтан сұрақтардың барлығына жауап беріп шығамын. Мына жерде обучение туралы сұраған жалпы сұрақтардың 25%. Мен өткізіп жүремін. Бірінші сұрақ курс бағасы, курс туралы мен ақпаратты кейінірек беремін. Екінші сұрақ, премиум сумкаларды алуға көмектесіз бе? Әлемде жалғыз поставщигі бар және доступ бар, сол доступты сіздерге беретін боламыз. Үшінші сұрақ, ешқандай ақша жоқ болса бастауға бола ма? Болады, бірақ қиын. 50 мың теңге мен 200 мың теңгенің арасында қолыңызда бірінші ретке қаражат болатын болса ерекше жақсы. Бір айда в принципе $3000 оборотқа жетуге болады. Келесі сұрақ, егер eBayға тіркелу барысында қателік кетсе қайта түзетуге бола ма? Әрине болады. Келесі сұрақ, товар сатылу жолын толық салынбағанда түсініксіз жарты жолдан салыныпты видео полноценный салынған, тек қана сіздерде верификациялық видео жоқ, сондықтан өте алмаған болуларыңыз мүмкін. Енді бұл видеолардың барлығы общий доступқа бере алмаймыз, бұл толық обучениедегі видео. Келесі, мен тіркелдім, бірақ товар салу үшін Payoneer. Payoneer бойынша көп адам именно Payoneer процесін жасай алмаған, верификацияны өте алмаған. Бұл өте важный часть. Именно осы частьті дұрыс істеген кезде ғана сіздер дальше спокойно ақшаларыңызды қабылдап отырасыздар. Аратай жұмыстарыңыз оңай болады. Бұл енді біздің толық обучениеде. Так, люкс копия сумкалардың поставщигін береміз. Қайырлы кеш, eBayда оқусыз өз бетімен жұмыс жасау үйрену қаншалықты мүмкін? Ешқандай да проблема емес, бірақ мен 2022 жылы осыдан бір жыл, бір ай бұрын өзім стараться еткенмін, хотя менің опытым өте үлкен болған. 11 маркетплейспен жұмыс істеген опытым көмектескен жоқ, бірақ при желании негізі істеп кетуге болады, өте қиын. Как прикрепить платежную систему дейді жаңағы сұрақ. Так, сіздерде дайын поставщиктер бар, біз eBayда объявление шығарамыз, сосын адреске поставщиктер салып жүре ма? Өте маңызды сұрақ. Поставщиктер салып жүре алады, ешқандай проблема жоқ. Поставщиктер біздің сатылған товарларымызды салып отырады, және сіздердің де сатылған товарларыңызды поставщиктер тікелей сіздің ақш, Канада, Австралия, басқа мемлекеттерге салып жібере алады, проблема жоқ. Как определить цену на товар дейді. Біз поставщиктер сіздерге береміз обучение барысында, сол жердегі бағаға қарай өзіңіздің пайдаңыз қарай. То есть біз мысалы $1700-2000 арасында бағаны қойдық. Бұл нақты бізге $2000 товар сату керек болды. Асықпай сатамын, маған көбірек пайда десеңіз $2500 сатуға болады, немесе срочно керек десеңіз кешегі 16 жасар жігіт сияқты $1200 сатуға болады. То есть өзіңіздің қалауыңызға қарай. Келесі сұрақ, бірінші 250 мыңға курс сатып алып, кейін ақша болғанда VIP курсқа өтуге бола ма? Доплата жасап, біріншіден айтам, сіздерге челлендждаларға курстың бағасы 250 мың емес, намного дешевле сіздер үшін, потому что мен сіздерге жаңа бір программа дайындап қойдым. Бұл туралы, опять же, кейінірек курс туралы қазір нақты eBay туралы сөйлесейік. Товардың ақшасын, яғни товардың сатылған кезде клиент сізге қалай аударады? Клиент сіздің Payoneer шотыңызға түседі, тікелей eBay арқылы Payoneer'дан сіз өзіңіздің Каспий Голд немесе басқа банк картаңызға аударып аласыз. Тек қана ақшқа сатамыз ба, әлде бүкіл әлемге сатасыздар, бірақ основной клиенттер, платежеспособный клиенттер ақш, Канада, Европаның, Англия, Франция, Испания, Германия, Италия сияқты мемлекеттері, және Азияның, және Австралия континентінің, Австралия, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Япония сияқты жерлерден көбінесе товарларды алады. Так, поставщиктеріңіз тек курс алған студенттер ғана ма? Келесі сұрақ. Так, мына жерде тоқтап жатқаным, кейбір қайталанған сұрақтарды оқып жатқан жоқпын, керек емес деп ойлаймын. Прогревке сатып алған заттар Қазақстанға жете ме? Конечно, жетеді. Естественно, сіздің, то есть жалпы почта системасы бар, международный Казпочта, сол системаның ішінде әр мемлекеттің жеке почталары бар, Өзбекстанның, Қырғызстанның почтасы бар деген сияқты, сол сияқты ақш, UPS, там бүкілі бір системаның ішінде орналасқан, сондықтан товар жету вообще проблема емес қазіргі заманда. Так, мен товар салайын дегенмін, Payoneer'ды аша алмадым. Payoneer енді өте, осы сұрақтан өте көп қиналған, көп студенттер маған WhatsApp'қа да жаздыңыздар өткенде.
бұның енді обучениеде біз сіздерге толық инструкциясын береміз, жеке көмекшілеріңіз болады. Товардың ақшасы түсті ма Payoneer или PayPal? Payoneerға түседі. Товардың ақшасы шатыспасам 12 ровно 12 күннен кейін түседі. Себебі бірінші продажамыз, бірінші продажа 12 күн, одан кейін әркімге әртүрлі береді. Біреуге 3 күнде түседі, біреуге 15 күнде түседі деген сияқты әркімге әртүрлі подход болады. Жалпы ақша Payoneerге түседі, ал одан кейін 4-5 продаждан кейін в принципе ақша сразу түсіп отырады. Так, ақшаны қалай шешеміз, ол туралы арнайы сабақта беріледі. В принципе, ақша шешу негізі үлкен проблема емес. Сіздің Payoneer шотыңызға түседі, одан Каспи голдыңызға немесе Forte немесе басқа жусан тағы басқа карточкаларыңызға аударып ала аласыздар. Келесі сұрақ, люкс 1/1 копия Италиядан келе ме, Қытайдан ба дейді. Дәл осы информацияны мен конфиденциально қалдырамын, бірақ премиум копиялар Қытайдан бар, бірақ әлемде, то есть шатысып қалмаңыздар, өте көп премиум копия деп сатып жатқандар бар. Вот біздікі действительно сапасы премиум копия, ешқандай да товарды, то есть клиент и так білет премиум копия сатып алып жатқанын, бірақ ешқандай да товар возврат жіберіп қайтарып жіберу, сапасына күмән болуы, сапасы ұнамауы деген болмайды. Сондықтан әлемде жалғыз поставщик бізде бар. Осы жалғыз поставщикпен ғана жұмыс істеуге стоит. Басқаларға бастарыңыз ауыртпаңыздар, потому что сіздердің ұрынып қалғандарыңыз маған да өздеріңізге де керек емес. Регистрация кезінде қателіктер жіберілуі мүмкін ба, ол банға түсуі қаншалықты әсер етеді? Қателіктер жіберілуі мүмкін, бұл нормально, көбіңізде қателіктер жіберген болуларыңыз мүмкін, оны исправить етуге болады, проблема емес. Лимит қандай болады? Өте маңыздырақ. Алғаш кіре салған кезде $200 лимит береді, оны біз бір служба поддержки жазу арқылы $5000 лимит аламыз, дальше көбейіп отыр. Біздің студенттерде обычно 10 мың мен 20 мың, тіпті 40 мың долларға дейін лимит алып жұмыс істейді. Лимит деген өте үлкен проблема емес. Сәлеметсіз, товар описаниесін толтырып жатқанда доставка бөлімі кішкене түсініксіз. Сіздерде айтқан доставка түрі менде шықпады. Сізде шығады, тек қана shipping details деген жерде 3 нүкте тұрады, көп адам сол 3 нүктені көрмейді, баспайды. Доставканың уақытын обычно, то есть стандарт shipping 11-21 күн арасында таңдайсыздар, жеткілікті. Қазпошта 7-10 күннің ішінде әлемнің түкпір-түкпіріне жеткізіп береді. Максимум кешіккені 13 күнде Чилиға барды, және 12 күнде Африканың Ботсвана ма, Зимбабве деген мемлекетіне барды. Ең кешігу сол болды. В принципе, 7-10 күннің ішінде әлемнің кез келген жеріне жетеді. Қазпоштаға төлеген сумма кейін сумка ақшасымен бірге сізге клиенттен түседі, дәл солай. Так. Сәлеметсіз, PayPal қайдан қосамыз? PayPal қосуын қажет емес, Payoneerмен жұмыс істейміз. PayPalмен жұмыс істеудің керегі жоқ. Қысқаша жауап берейін қазір. Так. Расчет қалай неше күнде болады? Қандай счетқа түседі ақшалар? Payoneerға түседі. Доставканың расчеті 7-10 күн. Доставканың бағасын сперва өзіңіз төлейміз ба, клиент төлейді, немесе өзіңіз төлейсіз, екі функцияның бірін таңдасаңыз болады. Товар возврат болса қалай болады? Обычно возврат жайында өте маңызды сұрақ. Возврат eBayда 4%-тік, яғни біздің сататын товарлар, естественно, $1000 жоғары товарлар болған үшін бұлар 1,5-2% возврат. Жалпы салыстырмалы түрде Wildberries'та возврат саны 14, точнее Каспида 12-14%, Wildberries'та жатсам 22%, Озонда 25% дейін барады. То есть өте аз возврат, себебі жалпы eBayда захотел возврат жасадым деген зат жоқ. Клиенттің, то есть бір товарды возврат жасау үшін белгілі бір құжаттарды толтыратын болады, оның нақты себебі болу керек. То есть сіз алма сатып, алма жіберсеңіз проблема болмайды, алма сатып, банан жіберсеңіз проблема болады. Қазақстаннан қандай елдерге жіберуге болады? Бір 7-8 мемлекет бар, запретный Северная Корея, тағы басқа сияқты. Африканың бір-екі мемлекеттері бар, одан басқа мемлекеттің бәріне жібере аласыздар. Сумка сататын поставщиктердің контактілерін ғана сата аламыз, бере аламыз, проблема емес, бірақ ол арқылы сіз әрі қарай жұмыс істеп кетесіз деген гарантия емес. Себебі біздің методика бар, нақты методика, біз США-дан алғанбыз. Осы методикамен товар сатсаңыздар, гарантия сіздерде нормально болады барлығы. Басқаға просто поставщик алып, оны қорғалдырудың қажеті жоқ. Курс оқығым келеді қатты, бірақ кредиттерін оқи алмаймын, өзім жұмыс істемеймін, бірақ бір мүмкіндік берсеңіздер. Мүмкіндік, өте удобный мүмкіндік жасап қойдық деп ойлаймын. Алла қаласа, ертең таңертең сіздерге ақпарат беретін боламын. Мен ауылда тұрамын, үйден шықпай заттарды сатуға бола ма? Бізде Альфия деген кісі бар, банк қызметкері.
банктан не істейтінін білмеймін, бірақ 14 сағаттық жұмысы бар. Аптасына 30-40 минуттан eBay сайтына уақытын бөледі. Ешқандай товарды әлі күнге дейін жұмыс істеп жатқанда 4,5-5 ай болып қалды. Әлі күнге дейін қолына товар ұстап көрген жоқ. Поставщиктер салып беріп отырады, вообще проблема жоқ. То есть енді андай үйде отырып жұмыс істеу деген затқа мен өзім қарсымын жалпы. Уақытыңыз болса, шамаңыз жетсе, процессті көріп, товарды қолға ұстап, Алматыда поставщигіңіз болса, соны товарды алдырып, надо будет өзіңіздің қолыңызбен ұстап, соны упаковать етіп, қазпоштаға жіберіп деген сияқты процессті түсінгендеріңіз жақсы. Былай негізі проблема жоқ. Так, сұрақтардың жартысына келіп қойдық уже. Мен кейбір сұрақтарды өтіп жатырмын, қайталанған болғаны үшін. Регистрация өткен соң 3-4 сағат товар сатып алу міндетті ме? Міндетті емес. Но егер сіз продажа барысында жақсы продажа жасаңыз келсе, жасағаныңыз дұрыс. 3-4 емес, тіпті 10-ға дейін жасағаныңыз дұрыс. 10 товар 5-ақ мың теңге расход келеді, сол 5 мың теңге сізге 1000-2000 еселеп қайтып келеді. Просто айтылған затты логика қоспай жасағандарыңыз өте жақсы. Сәлематсыз ба, біраз болды eBay-ді жұмыс жасауды ойланып жүргеніме, бірақ қолымда ақшам болмағасын кейінге қалдырып келемін. Кейінге қалдырмаңыз, жасаңыз. Енді біз жалпы кез келген кәсіпті, мен сіздерге бір ақылшы не емеспін, кез келген кәсіпті ақшамыз жоқ болған үшін, ақша табу үшін жасаймыз ғой. Ақшамыз болса, зачем кәсіп істеу? Так. Иллюстрация толтырдым, өзімнің ауылдағы данный почтаны жаздым, болады ғой, дұрыс, өте дұрыс. Аккаунтымызға фотосуреттер жайында қалай қоюға болады? Жеке өзіңіздің бетіңіздің, лицоңыздың суретін қоюға болмайды. Аккаунт настройкасында енді біз тіркелу барысында көрсеттік. Жалпы логотип істеп, магазиніңізға бір бренд лого жасап қойсаңыз болады. Оны да обучение кезінде толық үйрететін боламыз. Белгілі бір товарды сатып алу кезде үстін бассам сатып алу батырмасы жоқ, тек отслеживать деп тұр. Сатып алу, демек Қазақстанға ол товар жібермейді. Кейбір мемлекеттер бар, Қазақстанға жібермейді товарды. Сондықтан басқа товар қарасаңыз болады, проблема жоқ. Видео сатып алу деген ең оңай нәрсе ғой, $1. Біздің мақсатымыз товар сату. Так. Регистрацияда Gmail емес, email почтамыз жасақ болма. Проблема жоқ, но Gmail удобнырақ деп ойлаймын енді. Email деген жалпы Mail.ru деген нәрсенің өзі кішкене жалпы әлемде кішкене запретқа түсіп жатыр ғой қазір. Сол үшін Gmail қолданғандарыңыз дұрыс. Gmail почтаны ойдан ашсаңыздар болады. Бір-екі поставщиктердің номер аккаунтын бере аласыздар ма? Бере алмаймыз, өкінішке орай, себебі біздің обучениеде 250 мың, 400 мың теңгеге алып оқып жатқан студенттерімізде әділетсіздік болады, но бұл баға емес, сіздерге мен өте үлкен удобствар жасап қойдым. Так. Алғашқы бизнесті минимум неше теңгемен, 50 мың теңгемен бастай беруге болады. 50 мың мен 200 мың арасында қолдарыңызда қаражат болса өте жақсы, өзіңіз үшін. Маған келіп кетер жоқ, но қолыңызда қаражат жоқ болатын болса да біз көмектесеміз, кішкене процесс ұзақ болатын болады. Әдетте мысалы студенттер 20-30 күннің ішінде жақсы үлкен табысқа шығып кететін болса, сіздікі сәл жоғарырақ болады. Бірақ енді өте көп пример бар, бұл ақшаға тіреліп қалған зат жоқ қой. Негізі бізде студенттер бар, жас жігіт бар, мысалы қысқа уақыттың ішінде ынтымақ деген жігіт мысалы жүрді 20 күн бойы ақша тапқан жоқ, 20 күннен баба ровно 1,734 мың теңге табыс тапты, 4 миллион оборот істеді. То есть ондай да мүмкіндік бар, себебі бұл eBay, бұл бүкіл әлем. Сондықтан біз ойлағаннан кеңірек, баяғыда 200-300 подписчигі бар Инстаграмның өзімен сауда істеп жүрдік қой, 5-6 жыл болды. Оның жанында бұл eBay достар. Так. Жаңа сатушыларға лимит айына 10 листинг және $5 болса, аптасына $2000 қалай жасауға болады? $5000 біз рұқсат сұрап алдық. Ондай ұсақ тек мелочтарды біз көрсете алған жоқпыз, себебі оның бәріне уақыт керек. Но $5000 лимит аласыздар, спокойно, ол жақтан проблема жоқ. Лимит деген былай бір формальность ғой негізі. Так. Сіздер оригинал емес товар сатасыздар, ал клиент оны оригинал деп ойлап ала ма? Клиент жазады бізге жазған совеществие салдық па, салмадым ба, ұмыттым, но клиент премиум копия екенін біледі. Жалпы брендтері әлемде 95% адамдар брендтің премиум копия, то есть второй класс қолданады. Біздің Қазақстанда ол туралы білім жоқ. Өкінішке орай біздің Қазақстанда 15 мың, 20 мың теңгеге сатылып жүргендер, бұлар 6-7 класс, ал біздегі товар 2 класс. Біріншісі оригинал, 2 класс премиум копия. Премиум копияның бағасы обычно $5000-$4000 аспайды, ал оригиналдар $40-50 мың. Hermes'тің, допустим, сумкалары бара береді. Так что ол көзі ашық, жалпы брендті түсінетін адам, любой адам түсінбейтіндер сұрап алады бізден жалпы. Ұнаған товарды қалай сақтап алуға болады? Сохранить деген жері бар, немесе отслеживать деген бар. Отслеживать деп басып қойсаңыз болады. Так, келесі сұрақ. Бренд заттарды Турциядан алсам ұзақ болып кетпей ме? Турциядан бренд заттар алмай қойыңыздар. Мен Турцияда өзім, мен танитын кісілер біледі, мен 3,5-4 жылдай тұрған адаммын. Бренд заттарды сатқан адамбыз. Турцияда брендтің копиялары өте жақсы деп айта алмаймын, потому что Турцияда Қытайдың өзінен келеді.
бізде единственный поставщик сол Қытайдан аламыз. Бізде осыған дейін бәленбай поставщикпен жұмыс істеп, бәленбай рет аузымыз ұрылған адамбыз. Сондықтан нақты осы поставщикке ғана кеңес беремін. Сіздердің де мен сияқты ұрынып, клиентке өзіңіз білмейтін товарды салып жүріп, ол зат қажет емес. Бізде поставщиктің товарлары Алматыда тұрады, немесе тікелей фабриканың өзінен тікелей өздеріңіз алатында мен сізге контактысын обучение кезінде беретін боламын. Так, 500 килограмм товардың доставкасына төленетін бұл уақытына қарай біз кеше срочный доставканы таңдадық, сол үшін қымбатырақ шықты. Әдетте 3 мың теңгеден бастап ары қарай кете береді. Өзіңіздің жалпы доставканы жасау уақыты 11-21 күн деген бар, 1 ай бар, 40 күн бар. Оны өздеріңіз сату барысында таңдап аласыздар. Қанша ақшамен кірген дұрыс? 50-200 мың теңге. Өзімнің атымнан аккаунт аштым, бірақ менің счеттарым бұғатта тұр. Қалай болады? Басқа біреудің счетін толтыруға бола ма? Желательно басқа біреудің атынан, сол басқа біреудің счетін толтырамын десеңіз, басқа біреудің атынан аша салыңыз, пока өзіңіздің атыңызда тиіспей қойыңыз, сол кісінің атынан, сол кісінің счетымен жұмыс істей беріңіз, себебі счетпен өзіңіздің атыңыз сәйкес болуы тиіс. Счетыңыздың бұғат болғанын алдын ала ескеруіңіз керек еді, себебі ақшаны қабылдайтын счетыңыз болуы тиіс, өте маңызды. Ақша өзіңізге түскені жақсы ғой негізі. Пейнерға Каспи банкті тіркейміз, әлі Халық банкті ма? Каспи, Халық, Форте, 3D Secure бар, кез келген банк тіркеуі бар. Қазақстанда бір 8-9 банк бар. Сәлеметсіз, Қарағанды қаласынан боламын. Диордың сумкаларын қойсақ сатуға заказ түссе, оны қайдан сіздердің поставщиктер? Біздің поставщиктер жібере алады, біз сіздерге береміз оны обучение кезінде. Аукцион дегенді басып товар қойсақ қалай болады, оны да үйретеміз. Челленджге сатуға ештеңе қойған жоқпын, тек тіркеліп қойдым, әрі қарай не болады? Әрі қарай жұмыс істесеңіз болады, ертең біз сіздерге информация береміз. Товар қолда жоқ, бірақ товар салып қойсақ, ол сатылып кетсе неше күнде жеткізіп беру керек. Вот, неше күнде жеткізіп беру керек дегенде, бірінші handling time деген болады. Handling time деген біз видеода көрсеттік, бұл жалпы обработка заказа. Біз 3 күн шатқысынан 5 күн таңдадық. Жалпы сіз 1 күн мен 21 күннің арасында кез келген уақыт таңдай аласыз. Қол өнерін сататындар бар, бізде домбыра жасап сататындар бар, под заказ істейтіндер бар, жалпы сатып студенттер. Так что миларыңызға шектеу, сумканы ғана қоймаңыздар, мен сіздерге бірақ поставщик көрсеттім. Өте көп товар сатуға болады. Жалпы товарыңыздың нақты қолыңызда жоқ болса, біреуден может тіктіретін товар шығар, может дайындайтын қол өнері шығар, басқа товар шығар деген сияқты, может басқа бір мемлекеттен заказ беретін шығарсыз деген сияқты, осылай істеуге уақыт кетеді. Сол уақытты handling time қоясыздар, одан кейін доставка уақытында өздеріңіз таңдайсыздар. Оны клиентпен ақылдаса отырып істеуге болады, ол проблема емес. Так, соңғы 10 сұрақ қалды Алла қаласа. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Дархан, мен eBay маркетплейсіне осыдан 2 ай бұрын аккаунт ашқан болатын. Аккаунтымды қалай ашып алсам болады дейді. Аккаунтыңыз ашық болған болса, қайтадан жалғастырып жұмыс істей беруіңізге болады, проблема жоқ. Продавец болу үшін бірінші маркетінен зат сатып алу міндетті емес, но сатып алсаңыз дұрыс. eBayда көбінесе әйел кісілер отыра ма? eBayда қандай кісілер отыратынын білмедім, бірақ eBayда менің осыған дейінгі опытым бойынша платежеспособный аудитория отырады. То есть қаржылай жағдайы өте жақсы аудитория отырады. Және біздің де кеше өздеріңіз куәсіздер, $1700 товар сатып жатырмыз. Анау жігіт $1200 ба, $1100 товар сатып жатыр. То есть $1100 және $1700 маркетплейстен, интернеттен товар сатып алуға менталитеті, қаржылай жағдай жеткен мемлекеттер және сол аудитория именно eBayда отыр, потому что 95 жылдан бастап келе жатқан маркетплейс. Мен сіздерге гарантия беремін, бұл маркетплейске, то есть жаңа бастаушы үшін бұл маркетплейске тең келетін ешқандай да маркетплейс жоқ. Нақты өтетін 5 товар түрін айтсаңыз, нақты өтетін 6 ниша бар. Бұл бижутерия, аксессуары, бренды, копии, оның БУ товарлары, ручная работа, коллекционная работа и техника. Осы 6 ниша бойынша, опять же, оның ішінде фишкалар бар. Ол туралы мен на публику айта алмаймын. Опять же айттым, әділетсіздік болады. Поставщиктің өзіне айтып почта арқылы салып жіберуге бола ма? Өзіміз ауылды жерде тұрсақ, болады, поставщик салып жібереді, ауыл жердегі почталарда сала алады. Енді ауыл жерге қайта алдыра берудің қажеті жоқ. Поставщиктердің біздің в основном барлығы через Алматы өтеді, сондықтан поставщиктер сіздердің товарларыңызды салып жүреді, как и біздің күнделікті менің сатылған товарларымды поставщиктер өздері барып салып жүреді. Олар оған бір тиын ақша алмайды. Фуфлинг қызметі, анау мынау тағы ештеңе ондай қажет емес. Рекламаға беріп саттыңыздар ма? Рекламаға беріп саттық. Барлық товарды рекламаға берудің қажет жоқ. Тек бізге челлендждің уақыты 1 апта дедік, бізге барынша тез жұмыс істеу керек болды. Тем более жап-жаңа аккаунт болғандықтан рекламаға қойып саттық. Реклама, мен әдетте жаңа бастайтын студенттерге рекламаға шығын құртыңыздар деп мүлдем кеңес бермеймін. Ақшаны қандай кошелек қолданамыз? Payoneer деген жалпы международный банк деп ойлаңызшы. Сіздің международный счетыңыз болады. Әлемнен кез келген жерден, мысалға там США-дан доллармен алады, біреу там
Украинадан гривенмен алады, Африкадан басқамен алады, Япониядан там йен ба қандаймен алады, Катардан, Дубайдан алады, динар, дирхам, рупия, там әлемде неше түрлі не бар, валюта бар. Сол валюталар конвертация жасалып теңге болып, содан кейін сіздің счетыңызға түсетін болады. Поставщиктермен қалай байланыссамыз? Сұрақ номер 110. Поставщиктер біз сіздерге береміз. Надежный поставщиктерді қалай табуға болады, олармен жұмыс жасауға туралы айтыңыздар, біз обучение оны айтамыз. eBay приложение деген бола ма? Личный кабинет ашылып ма жоқ па, ұқпай жатырмын. eBayда приложение бар, приложениесін скачать болсаңыздар болады, бірақ жұмысқа сату үшін приложение в принципе керек емес. Браузермен жұмыс істеген намного оңайырақ. Ешқандай да компьютер талап етпейді, телефонмен жұмыс істей аласыздар. Товардың доставкасын құнын қалай есептейді, нақты алгоритм бар. eBayдың алатын комиссиясы, опять же, бұл мен көрген маркетплейстер ішінде ең аз комиссия, 5-12%. Все, енді сіз 2000-3000 долларға товар сатып жатсыз, енді ол проценттерді в принципе сіздің кез келген расход, процент, рекламный бюджет, там бірдеңе істеу керек болатын болса, опять доставканың бағасын клиент төлейді, ондай расходтардың бәрін товардың үстіне просто басып қойып тастау керек и все. Самое главное, кез келген товардан өзіңіздің нақты қанша ақша табатыныңыз болады. Мына товардан мен 500 доллар табамын, мына товардан 450 доллар табамын, мына товардан 2500 доллар табамын деген сияқты өзіңіз нақты ережеңіз болса, ол қалғанның бәрін просто товардың үстіне шығын қосу керек, себебі 160 мемлекеттен аудитория сізден товар алады, так что просто спокойно андай результатқа уайымдамай кеңір және емін-еркін жұмыс істеу керек. eBayда өте үлкен ақша бар. Мен сізге айтамын, үлкен теңізге су алуға қасықпен бармаңыздар деймін. Бұл өте үлкен жер. То есть бұдан артық жоқ уже. Марсқа товар, Юпитерға товар сатпаймыз біз, инопланетяндарға товар сатпаймыз. Жер әлеміндегі ең үлкен, ең сенімді, соңғы 7 жылда 6 рет ең сенімді маркетплейс болған eBay маркетплейсі. Жұмыс істеуге тұрарлық маркетплейс, не жұмыс істеу керексіздер. Біз енді 2019 жылы тілмен өткен танысуда айттым, біз трендеол болып келдік. Ойбай, трендеол несі? Ол кезде товар алып, жайлап товар сата бастады. Одан кейін 2020-ның басында қазақша айтуға валбір салып келдік. Ол болмайды біздің Қазақстанға, бізде ешкім сатпайды, оны түсінбейді деген болатын. Қазір Қазақстанда енді бәрі жүр ВБ деп, каждый екі адам бірі біледі. Енді, конечно, ВБ жапшасы маркетплейс болғандықтан кішкене ережелерін өзгертіп адамдарды қинап жіберді. eBay болса 28 жыл бойы прям топ уровеньда тұр, аудитория совсем басқа. Салыстырмалы түрде Европа мен США, Канададағы сіздердің болашақ клиенттеріңіздің айлық табыстары 4000-8000 доллардың арасында, то есть 2 миллион мен 4 миллион теңгенің арасында орташа. Бізде Қазақстандағы зарплата қандай, Ресейдегі Валберстің клиенттерінің зарплатасындай салыстырып көрсеңіздер, арасында 10 есе бар. Так что үлкен товар сату вообще проблема емес. Все, достар, в принципе 115 сұрақ қойылған, 115 сұрақтың бір, думаю, бір 30-35 сұрақ шықты деп ойлаймын ішінен. Жауап беріп болдым, барынша жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Обучение бойынша бөлек видео түсірем ба деп ойлағанмын. Надеюсь, түсіріп салып қоямын, көрерсіздер. Алла қаласа, обучениеміз 10 күні басталады бізде. Толық обучение қатысып әрекеттенсеңіздер, енді ол нақты әрекет етемін. eBay ұнаған, eBayда енді жалпы көзі көретін кәсіпте бір кішкене болсын видениесі бар адам сразу түсінеді, что eBay топовый маркетплейс екенін, ол нәрсені доказать етудің қажет жоқ. Өздеріңізде процессті көріп отырсыздар барлығын. 10 күні Алла қаласа басталады, мен сіздерге ақпарат беретін боламын. Біз 20 адам аламыз, содан көп алмаймыз, біздің принцип бұл. Сондықтан алғашқы үлгергендер үлгереді, үлгермегендермен басқаша енді амал жоқ. Келесі поток жастар өздеріңіз көресіздер. Обучение жайында мен бір видео түсіріп сіздерге ақпарат беріп қояйын, Алла қаласа. Ертең кештен бастап уже жайлап тіркелулер басталады. 20 орын өтеді, сразу обучение не бойынша, обучение тіркелу бойынша жабамыз. Баршаңызға сәттілік. Дәл осы группада тағы да маңызды ақпараттар болып отырады. Мен шамам жеткенше сіздерге беріп отыруға тырысамын, бірақ обучение толық үлкен 2 айда 21 күндік обучениеміз бойынша шын, то есть 2 айда 21 күндік обучениенің ішіндегі ешқандай ақпаратты бере алмаймын. Ол әділетсіздік болады, дұрыс емес болады, но оның сыртындағы сіздерге пайдасы тиетін ақпараттар болса, мен всегда ашықпын, дайынмын, білетінмен бөлісу проблема жоқ. Аллахтың қалауымен соңғы 5 жылда 12 маркетплейспен, точнее осы 12-ші маркетплейспен жұмыс істеу бұйырыпты. Енді осыған келіп тоқтадық. Алланың қалауымен мен көрген маркетплейстер ішінде топ. Просто eBayмен жұмыс істеймін деп шешкен болсаңыздар, просто бастаңыздар, істеңіздер, әрекет етіңіздер. Сіздерге өте үлкен қосымша табыс алып келеді. Бәлкім біреулер үшін основной табыс болып та кетуі мүмкін. Баршаңызға сәттілік.